Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай сырдан дәмді шариктарды дайындап, рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ақ уыздарымызды сары уыздарынан бөліп, құрғақ ыдысқа құйып аламыз. Үстінен шым-шым тұзымызды салып, миксердің көмегімен көпіршітіп алатын боламыз. Ақ уыздарымыз осылай өзінің формасын ұстап, жақсы дайын болды. Енді үстінен үккіштен өткен сырымызды саламыз. Бөлек ыдысымызға 3 ас қасық ұнымыздың үстіне 10 грамм қопсытқышымызды салып, араластырып аламыз. Араласып болғаннан кейін сырымыздың үстінен салып, біз қоспаны дайындайтын боламыз. Біздің қоспамыз осындай дайын болды. Енді құрт секілді дөңгелектеп, барлығын бір формаға келтіріп шығамыз. Майымызды алып қыздырып аламыз, және бізге осындай сухарилар қажет болады. Осы сухариға енді сырларымызды аунатып, баяу отта жақсылап қуырып аламыз екі жағынан да. Егер отыңыз қатты болса, күйіп кетуі мүмкін, сондықтан отқа аса мән беріп қадағалап отыруымыз қажет. Барлығын осылай видеодағыдай қуырып алатын боламыз. Осылай барлығын қуырып болдық. Енді дастарханға ұсынуға болады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, ерекше, әдемі болып шығады. Егер менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, менің арнама міндетті түрде тіркеліп алыңыздар.
алдағы уақытта оңай әрі дәмді рецепттерді шығаратын боламын. Сіздермен бірге болған әдемі. Келесі менің видео рецепттерімде кездескенше аман сау болыңыздар.